Эндрю Карнеги жетістігінің құпиясы ұжымдық сана деген ұғымға ортақ мақсатқа жету үшін екі немесе одан да көп адамның білімі мен талпынысын үйлестіру күші деп анықтама беруге болады. Жер бетіндегі ешбір адамның құдіреті ұжымдық сана беретін құдіретке жетпейді. Алдыңғы бөлімде арманды ақша баламасына ауыстыруда қажет болуы мүмкін жоспарды қалай құру керегі жайында нұсқаулар берген едік. Егер сіз осы нұсқауларды табандылықпен және ақылмен іске асырып, ұжымдық сана тобына адамдарды мұқият таңдай алсаңыз, мақсатыңызға жартылай жетті деп есептеуге болады. Ал сіз мұны байқамай да қалуыңыз мүмкін. Мұқият таңдап алынған ұжымдық сана тобының мүшелерінің көмегімен сіз өз құдіретіңіздің көзге көрінбейтін мүмкіндігін жете түсіне білуіңіз үшін сізге ұжымдық сана қағидасының екі аспектісі туралы айтып бермекпіз. Оның бірі экономикалық, екіншісі психикалық. Экономикалық аспектісі барлығымызға жақсы таныс. Сізді шын жүрегімен қолдайтын, ақыл кеңесін аямайтын адамдардың көмегімен экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге болады. Ұйымдасқан мұндай одақ барлық табыстың басты көзі болмақ. Осы ақиқат шындықты сіздің қаншалық деңгейде түсінетіндігіңіз сіздің қаржылық жағдайыңызды айқындап бермек. Ұжымдық сананың психикалық қағидасын түсіну үлкен қиындық туғызуы мүмкін. Көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын үшінші сананы жасап шығармай, екі сана ешқашан бірлесіп жұмыс істей алмайды деген қанатты сөздің мағынасы сізге түсінікті болар деп ойлаймыз. Адам ойы табиғатынан рухани болып келетін энергияның бір түрі. Екі адамның ойы тоғысқан шақта ондағы энергияның рухани бірліктері ұжымдық сананың психикалық түрін құрастыратын рухани жақындықты тудырады. Ұжымдық сана немесе оның экономикалық сипаты туралы мен алғаш рет Эндрю Карнегиден 15 жыл бұрын естіп білген едім. Бұл қағиданы танып білу арқылы өмірдегі басты миссияма кіріскенімді айта кетсем артық етпес. Карнеги мырзаның ұжымдық сана командасы 15 шақты адамнан тұратын еді. Ол осы адамдармен бірлесе отырып, болат өндіру мен оны сату бойынша нақты жоспарлар жасайтын. Ол өзі жеткен жетістігін осы командасы арқылы қол жеткізген ортақ құдіретке байлайтын. Толайым табыстарға қол жеткізген кез келген адамды алып қарар болсаңыз, олардың саналы яки бейсаналы түрде осындай ұжымдық сана қағидасына жүгінгендігін байқайсыз. Олай болса, ұлы құдіретке жетудің басқа жолы болмақ емес.